Кіші және орта жүз қазақтарының Ресей билігіне өте бастауы. Әбілқайыр мен Абылай хандарының қызметтері. 18 ғасырдағы жағдай. 18 ғасырдың басында қазақ даласы күрделі тарихи кезеңді бастан кешті. Жоңғар шапқыншылығы күшейіп, ел ішінде саяси алауыздық орын алды. Қазақ хандары сыртқы әскери көмекке және тұрақты одақтастыққа мұқтаж болды. Осы жағдайда хандар ірі державалармен қарым-қатынас орнатуға итермеледі. Кіші жүздің Ресей билігіне өте бастауы. Әбілқайыр ханның тарихи рөлі. Әбілқайыр хан кіші жүздің ең ықпалды билеушілерінің бірі. Ол жоңғар қаупін терең түсініп, Ресеймен саяси байланыс орнатуда дұрыс шешім деп санады. Ресейге бодан болудың себептері. Біріншісі, жоңғар шапқыншылығынан қорғану. Екінші, күшсіз жерін сыртқы жаулардан сақтау. Үшінші, Ресейдің әскери көмегіне сүйену. 4. Өз хандық билігін нығайту. 5. Хиуа мен Бұхара ықпалын әлсірету. Маңызды тарихи оқиға 1731 жылы Әбілқайыр хан Ресей императрицасына ант беріп, кіші жүздің Ресей бодандығын қабылдаған мәлімдеді. Кіші жүздің Ресейге қосылуы. 1720-1730 жылдары жоңғар қаупі күшейгендіктен кіші жүз сыртқы қорғанысты қажет етті. 1731 жылы Әбілқайыр хан Ресей патшайымы Анна Иоанновнаға ант берді. Бұл қазақ елінің Ресей протекторатын қабылдауының алғашқы кезеңі болды. Әбілқайырдың мақсаты елін қорғау, ішкі тұрақтылықты сақтау. Әбілқайыр ханның қызметі: қазақ жерін жоңғар шапқыншылығынан қорғау, Ресеймен әскери саяси одақ орнату арқылы елдің қауіпсіздігін күшейту, сауда жолдарын ашып, Орынбор арқылы тұрақты байланыс жүргізу, қазақ рулары арасындағы билікті нығайтуға ұмтылу, хандық билікті күшейтіп, кіші жүздің саяси жағдайын тұрақтандыру. Орта жүздің Ресей билігіне өте бастауы. Орта жүздің Ресей бағыныштылығы біртіндеп жүрді. 1734-42 жылдары орта жүздің бірнеше ру басшылары ант қабылдады. Ресей орта жүзбен қарым-қатынасты дипломатиялық, әскери, экономикалық жолмен нығайтты. Абылай ханның саясаты осы кезеңде маңызды рөл атқарды. Абылай ханның қызметі. Абылай хан қазақ елін сақтап қалуға бағытталған саясат жүргізді. Ол жоңғарларға қарсы күресте ерекше қолбасшылық шеберлік көрсетті. Абылай ел ішіндегі араздықты азайтып, билікті орталықтандыруға күш салды. Оның беделі бүкіл 300-ге тарады. Абылай Ресей мен Қытай арасында тең саяси байланысты ұстанды. Ол екі державаның да қысымын әлсіретіп, қазақтың тәуелсіздік саясатын сақтауға тырысты. Қытаймен бейбіт қатынас орнатып, шекаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Абылайдың дипломатиялық қазақ мемлекеттілігін сақтауға шешуші рөл болды. Ресей империясының отарлау саясаты. Ресей бекіністер тұрғызып, қазақ даласын әкімшілік бақылауға алды. Сауда арқылы экономикалық тәуелсіздік күшейді. Патша үкіметі хандық билікті шектеуге кірісті. Бұл қазақ жерінің біртіндеп толық отарлауына жол ашты. Қазақ қоғамының тигізген әсері. Ресей билігінің күшеюі қазақ қоғамында бірқатар өзгерістерге алып келді. Дәстүрлі хандық басқару жүйесі әлсірей бастады. Рулық билеушілердің еркіндігі шектелді. Сауда жолдарының кеңеюі арқылы экономикалық байланыстар артқанымен қазақтардың өз жерін пайдалану мүмкіндігін таралды. Ресейдің заңдары мен әкімшілік тәртібі біртіндеп енгізіле бастады. Бұл өзгерістер қазақ даласының саяси және әлеуметтік құрылымына үлкен ықпал етті. Ресей билігінің қазақ қоғамына тигізген салдары. Кіші және орта жүз қазақтары Ресей билігін мойындауы бастапқыда әскери, саяси одақ ретінде қабылданғанымен уақыт өте келе бұл үдеріс қазақтардың отарлануына алып келді. Ресей билігінің салдары мен қазақ қоғамының саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени өміріне терең әсер етті. Саяси салдары. Қазақ хандығының бірлігі біртіндеп шектелді. Хан сайлау ісіне Ресей әкімшілігі араласа бастады. 19 ғасырдың хандық басқару жүйесі толығымен жойылды.
қазақ жері Ресейдің әкімшілік аймақтық жүйесіне енгізілді. Бұл өзгерістер қазақ қоғамдағы дәстүрлі мемлекеттік басқарудың әлсіреуіне алып келді. Мәдени-рухани салдар. Орыс әкімшілік құқықтық жүйесі енгізіле бастады. Орыс тілі мен білім беру ықпалы артты. Дәстүрлі қазақ құқық нормалары шектелді. Ұлттық санаға отарлық қысым күшейді. Сонымен қатар қазақ қоғамында ағартушылық үрдістердің басталуына да жол ашылды. Әлеуметтік салдар. Қазақ қоғамында әлеуметтік жүктелу күшейді. Сұлтандар мен билердің бір бөлігі патша үкіметіне сүйенді. Халық наразылығы көтерілістер жиіледі. Ұлттық-азаттық қозғалыстардың алғышарттары қалыптасты. Бұл жағдайдан кейін Сырымда Атылу Исатай Махамбет Кенесары бастаған қозғалыстарға негіз болды. Экономикалық салдар. Қазақ жерлері мемлекеттік меншік деп жарияланды. Жайылымдық жерлердің таралуы байқалды. Қазақ шаруашылығы дәстүрлі көшпелі жүйесі бұзылды. Ресеймен сауда байланысы артты. Жәрмеңкелер пайда болды. Экономикалық тәуелділік пен теңсіздік күшейді. Әскери стратегиялық салдар. Қазақ жерінде Ресей әскери бекіністер салынды. Орынбор, Омбы, Семей бағыттарында шептер құрылды. Қазақтардың көшіп-қону жолдары шектелді. Ресей әскерінің қазақ жеріне еркін енуі қамтамасыз етілді. Қазақ даласы біртіндеп Ресей империясының әскери бақылауына өтті. Қорытынды. Кіші және орта жүз Ресей билігіне өте бастауы қазақ тарихындағы маңызды бетбұрыс кезең. Бұл процесс сыртқы қауіп-қатерден қорғану қажеттілігін туындады. Әбілқайыр хан елдің амалдылығын сақтау үшін Ресейге сүйенсе, Абылай хан дипломатиялық тепе-теңдікті ұстана отырып мемлекетті сақтауға күш салды. Ресейдің орталау саясаты қазақ қоғамдағы терең әсер етті. Бірақ сонымен қатар бұл кезең қазақ халқының саяси санасының қалыптасуына да ықпал етті.